Сәлеметсіздер оқушылар, әдебиеттік оқу сабағын жалғастырамыз. 39-шы сабақ, 2-ші сынып. Отанымды сүйемін сабағымыздың тақырыбы. Бүгінгі сабақта көркем сөздерді тауып, сөйлеу барысында қолданасың. Бірінші тапсырма жазбаша берілген сөздің әріптеріне мағынасын ашатын сөздер ойластыр. О, отбасы, Т, туған жер, А, айдын көл, Н, нұрлы. Екінші тапсырма өлеңді түсініп оқы. Отан, жақан, сымақ. Гүлдердің ертемен қауызын ашқанын, көктемнің көкпеңбек мөп-мөлдір аспанын, таулардың қол жетпес асқарын ұнатам бәрінде, өйткені ол отан. Ұлы отан бәрінде ұнатам, өйткені ол отан, ұлы отан. Үшінші тапсырма ақын қолданған көркем сөздерді табыңдар. Қауызын ашқан гүлдер, мөп-мөлдір аспан. Есікте сақта Мұқағали Мақатаев 1931 жылы дүниеге келген, Алматы облысында дүниеге келген көрнекті ақын. Қарлығашым келдің бе, дариға жүрек, аққулар ұйықтағанда жыр жинақтарының авторы. Төртінші тапсырма өлеңді тыңда. Отан туралы. Мұқағали Мақатаев. Мен оның түнін сүйем, күнін сүйем, ағынды өзен, асқар тау, гүлін сүйем. Мен оның қасиетті тілін сүйем, мен оның құдіретті үнін сүйем. Бар жәндігін сүйемін қыбырлаған, бәрі маған отан деп сыбырлаған. Жаным менің кеудемді жарып шықта, бозторғайы болуын шырылдаған. Отан, отан, бәрінен биік екен, мен оны мәңгілікке сүйіп өтем. Бесінші тапсырма жазбаша көркем сөздерді қатыстырып сөйлемдер құраймыз. Ағынды өзен, асқар тау, қасиетті тіл. Туған жерімнің ағынды өзенін де жақсы көремін. Алатау Қазақстандағы асқар таулардың бірі болып саналамын. Мен өзім туған тілім, қазақ тілім, қасиетті тіл деп санаймын. Алтыншы тапсырма ақындарға еліктеп, отаның туралы ойларыңды көркемдеп жеткіз. Менің отаным Қазақстан. Әрбір адамға өзінің отбасы болса, отаны да адам баласына сондай ыстық. Мен туған жерімнің асқар тауында, ағынды өзені мен гүлін де жақсы көремін. Қазақстанымды еске алғанда жүрегім елжіреп, бойымды мақтаныш сезімі кернейді. Болашақта өз еліме пайдасын тигізетін азамат болып келеді. Сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.